Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге император салатының рецебін ұсынамын. Жасалуы өте оңай, дәмді, керемет жаңа рецептердің бірі. Жасап көріңіздер. Төменге, яғни ингредиенттерін жазып кетемін. Алдыменен колбасаны үшбұрышты етіп турап аламыз. Ол үшін ортасынан бөлесіздер. Ортасынан бөлген бөлігін тағы да ортасынан бөлу керек болады. Сонда міне дәл видеодағыдай етіп туралынады. Дәл осылай етіп шығуларыңыз керек болады. Кейін сырды да үшбұрышты етіп тураймыз. Ол үшін алдыменен осындай сызықшалар ретінде турап аламыз да. Кейін осы сызықшаларды үшбұрышты етіп турайсыздар. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасауларыңыз қажет болады. Бірақ бұл міндетті емес. Жалпы қандай формада жасасаңыздар өз еркілеріңіз, бірақ дәл осылай болып шыққан өте әдемі және де ыңғайлы болып шығады. Үстелге қойғанда да әдемі көрінеді. Кейін тұздалған қиярды ортасынан бөлесіздер дағы турайсыздар. Менде ұсақ қияр болғаннан кейін мен ортасынан бөлген бөлігін бірден турадым. Егерде қиярларыңыз үлкен болса, онда 4-ке бөліп тураларыңыз қажет болады. Дәл осындай етіп турайсыздар, төртбұрышты етіп. Дәл видеодай етіп тураларыңызға болады. Енді жұмыртқаны да мен ортасынан бөліп бірден турадым. Бұл менде пісірілген жұмыртқа. Бірден осылай етіп турап аласыздар. Енді қызанақты қыздар ішіндегі, яғни мякотін деп айтамыз ғой. Ол мякотін бізге алып тастау керек болады. Бізге тек қана қызанақтың сырты ғана қажет болады. Ішіндегі мякотін алып тастаймыз. Ішіндегі мякотін алып тастап, оны да жапырақтап үшбұрышты етіп турайсыздар. Осылайынан жапырақтап тұрып, үшбұрышты ретінде турайсыздар. Сонда, яғни столға қойған кезде өте әдемі көрінеді. Бұның ішіндегі мякотін алып тастағандықтан салаттарыңыз езіліп кетпейді. Сондай өте подачасы, яғни керемет болып шығады. Кейін жаңағы салат жапырағын алып турауымыз қажет болады. Енді бұл жерде мынандай турау керек, былай турау керек деген нақты қағида жоқ. Мен мысалы ортасынан 3-4 рет бөліп алып, осылайынан жапырақтап етіп турап алдым. Кейін тұз және бұрышты қосамыз. Қыздар, негізі ол да өз еріктеріңіз бойынша, бірақ мен тұз бен бұрышты қосқан кезде салаттың дәмі өте жақсы шықты. Яғни аздап тұз көз мөлшеріменен, аздап бұрыш қостым. Кейін майонезбенен заправляйтын боламыз, яғни араластырамыз. Майонезді қыздар көз мөлшерлеріңізбен қосасыздар. Мен нақты қанша екенін жазбадым, бірақ көбірек қоссаңыздар өте жақсы болып шығады. Кейін 2 вилканы алып, осылайынан дәл видеода көрсетілгендей етіп араластырасыздар. Бұл ыдысқа салып бере берулеріңізге болады. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Жалпы оливьеге ұқсайды салат. Және ішіндегі құрамы оливьеге ұқсайды. Дәмі енді өте керемет. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Райхан.